Қызғаныш сезімі қайдан болады? Ең бірінші, күйеуіңіздің бұл өзіне деген сенімсіздігі және жұбайына меншік иесі ретінде қарауы. Бұның себептері терең балалық шақтан бастау алуы мүмкін. Ол балалық кездегі басынан өткен жарақат, яғни мысалға ата-анасынан жырақ жерде, ата-әжесінде тәрбиеленуі мүмкін. Тағы басқадай ситуациялар бар, яғни сатқындық сезімін сезінуі себеп болуы мүмкін. Енді ерлі зайыптылардың арасында бір-бірінің өміріне деген қызығушылық болуы шарт, бірақ бұл қызығушылық сырттай бақылау ретінде болу керек, және ол қолдау және қамқорлық сипатында болуы шарт. Бұл сезім, қызғаныш өзінің нормасынан жоғары болатын болса, ерлі зайыптылардың қарым-қатынасына кері әсер етеді, көптеген отбасылардың ажырасуына да әкелуі мүмкін. Сондықтан қызғаныш сезімі басым адам бұл сезімнен арылудың жолдарын қарастырған жөн. Ең бірінші ұсынатын бұл өз эмоцияңызды шығару. Яғни шығарған кезінде айқайлауға болады. Яғни жолдасыңызға емес, ол үлкен табиғатқа шығып айқайлауға болады, ешкім жоқ жерге шығып айқайлауға болады. Екіншіден, жұмсақ заттарды ұрып, агрессияны шығарып алу. Екіншіден, сіз өзіңіздің сезіміңіз туралы қызғаныш жұбайыңызға айтыңыз. Яғни ол сіз түсінетін болса, ол сізді тыңдайды және естиді. Үшінші, бұл үнемі осындай қызғаныш деген негативті сезім ғой, оны сезіну, ол адамның денсаулығына кері әсер етеді. Сондықтан маманның кеңесіне жүгініп, көмек алған дұрыс болады. Төртіншіден, әрбір адамның өзінің хоббиі болу керек. Сондықтан белгілі бір қызығушылықтармен айналысыңыз, яғни өзіңіздің назарыңыз басқа сізді қызықтыратындай, дамытатындай бағыттарға арналуы керек. Бұл ұсынбаларды міндетті түрде пайдаланыңыз және дағдыға айналдырғаныңыз абзал. Пайдаңызға жарасын. Келесі кездескенше.